Келесі жылы индекстелген зейнетақы мен жәрдемақы төлеуге 5,4 триллион теңге бөлінеді. 2024 жылы зейнетақы мен жәрдемақы көбейеді. Қаржы министрі Ерұлан Жамаубаев республикалық бюджеттен басым бөлігі мемлекеттік және әлеуметтік міндеттемелерді толыққанды орындауға, өңірлерді дамытуға бағытталатынын атап өтті. Тақырып қызықтырса, видеоны қарап шығыңыз. Достар, арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар. 2024-2026 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы заң жобасында келесі жылы индекстелген зейнетақы мен жәрдемақы төлеуге 5,4 триллион теңге көзделген. Бұл туралы вице-премьер қаржы министрі Ерұлан Жамаубаев мәлімдеді. Министр республикалық бюджеттің басым бөлігі мемлекеттік және әлеуметтік міндеттемелерді толыққанды орындауға, өңірлерді дамытуға бағытталғанын атап өтті. Қаржының құлағын ұстаған министрдің айтуы бойынша бюджеттің 2024 жылға арналған шығыстары биылмен салыстырғанда 1,5 триллион теңгеге ұлғайып, шамамен 24 триллион теңгені құрап отыр. Бюджет тапшылығы жалпы ішкі өнімге 2,6% деңгейінде болжанады. Ол 2026 жылға қарай біртіндеп 2,3%-ға дейін төмендейді. Біріншіден, индекстелген зейнетақы мен жәрдемақыны төлеуге 5,4 триллион теңге көзделген. Отбасыларды қолдау үшін бала күтімі кезеңі 1,5 жасқа дейін ұзартылды. Осы мақсатқа келесі жылға 93,3 миллиард теңге көзделген. Президенттің тапсырмасымен 2028 жылға дейін әйелдердің зейнет жасы 61 жас деңгейінде сақталды. Бұл 150 мыңнан астам адамды қамтиды және 3 жылға қосымша 473 миллиард теңгені қажет етеді, деді Жамаубаев мәжіліс отырысында. Сондай-ақ денсаулық сақтау жүйесін дамытуға, оның ішінде ауылда денсаулық сақтауды жаңғырту ұлттық жобасын іске асыруға 2,4 триллион теңге бағытталады. Министрдің айтуынша, ұлттық жобаға сәйкес 655 денсаулық сақтау объектісін салу және 32 ауданаралық аурухананы жаңғырту жоспарлануда. Бұл 4 миллионнан астам ауыл тұрғынын мамандандырылған медициналық көмекпен қамтуға мүмкіндік береді. Бұған қоса білім беру саласын дамытуға, оның ішінде жайлы мектеп ұлттық жобасын іске асыруға 1,7 триллион теңге қарастырылған. Жоба аясында 369 мектеп салу жоспарланып отыр. Балабақша педагогтарының еңбекақысын 30%-ға көтеруге 96 миллиард теңге көзделген. Келесі жылы, яғни 2024 жылғы әлеуметтік салада үлкен өзгерістер болады. Жәрдемақы мен зейнетақы біршама көбейеді.